Арнама қош келдіңіз. Ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Бір келіншек бар. Бір келіншек бар. Пысықтығында сөз жоқ. Тамақ істегенде бармағынан бал тамады. Тамақты дастарханға жай қоя салмайды. Гарнирі, салаты, банкаға жапқан қияры міндетті түрде қосыла жүреді. Жатқан қиярдың дәмділігін енді айта алмаймын. Ет баптауы да ерекше. Асқан етінің дәмі біраз күнге дейін аузыңда жүреді. Үйі таза, тамағы дәмді, өзінің мінезі де жақсы бұл келіншекке күйеуінің көңілі тола бермейді. Міндетті түрде бір кемшілігін іздеп отырады. Өз әйелінің артық екенін көрмей, көршінің тағы басқа әйелдердің артық тұсын көріп қалса, салыстырып отырады. Әйел басында үндемейтін, күйеуінің көңілінен шығуға тырысып жүрді. Болмаған соң қойды. Жылдар бойы күйеуім тағы не деп қалады, тағы неге көңілі толмай қалады, енді кіммен салыстырар екен деген ойдан психикалық ауруға ұшырады. Қазір оған үйдің тазалығы да, тамақтың дәмділігі де қызық емес. Орнынан тұрмай жата бергісі келеді, тек болды. Ал ана күйеуінің миына әлі жеткен жоқ. Үйреніп қалған ауыз әлі тиісіп, түртіп қалады. Тағы бір келіншек бар. Тамақ дегенде макарон басуды ғана біледі. Әйтеуір судан алып суға салып күйеуіне бір тамақты пісіріп береді. Бауырсақ пісіргенін көрсең, құр суға салып илеп, қақитып пісіріп береді. Күйеуі шаймен әдемілеп тұрып жеп алады. Әйелі не істесе де терлеп тепшіп соғып отырғаны. Әйелде де күйеуіме ұнамай қалады-ау деген ой жоқ. Өмірге риза. Қашан көрсең, күйеуі екеуі шүйіркелесіп, күшті әңгімелесіп отырады. Мен дәл осы отбасыға сырттай қарап қызығамын. Бай қарағанға бақ қарайды деген сөз естіп едім. Дәл сол бақ қараған әйел осы деп білемін. Күйеу әйелінен кемшілік іздемейді. Барымен қабылдаған. Керісінше ас үстіне түсіп отырады. Мәселе әйелдің асқан шеберлігінде емес, ер адамның шүкіршілігінде. Әйелдің қадірін білген ер бақытты, ал үнемі мін іздеген жан ең керемет әйелді де құртып жібереді. Әлеуметтік желіден алынды. Оқыған Күлбибі Әбусайыл қызы.